Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті Боранқұл ауылының тұрғындары. Біздер опорный, бұрынғы өзім естіп білгелі опорный бұл ауылдың аты. Бергіректе Боранқұл ауысты. Біздің опорный тірек бекеті дейтін станция аты сондай, бұл айтқанда қазіргі аты Боранқұл. Мен бір видео түсірем, екінші рет мен бүйтіп айтып жібердім, сөйтіп айтып жіберіп едім деген. Менде ондай сөздер жоқ. Қайтып түсіріп жіберейінші. Қопырақ кетті ғой. Мен не айтып қойдым деген бізде ондай жоқ. Қалай бар, съемка қалай түседі, солайынан кете беретін болады. Біздің ауылдағы екі қатарлы корпустар деп айтып жүргенім осы. Жыл сайын шифр ұшады бұның. Мердігер мекемелер вообще білмеймін. Әйтеуір осы жылы тартыпты ғой сыммен. Осы жылы сыммен тартыпты міне. Көрдіңдер ма, бетонға сызық тұр ғой біткен. Шифрдің астында байлап та әйтеуір. Дұрыстап байласа ғой, әйтеуір страпалар тартыпты. Осы жылы ұшпайды деген деп ойлаймын. Біздің ауылдың екі қатарлы корпус, КС-тің корпусы деп айтады. Тағы бірдеңе дейді. Мысалы да кезіндегі орыстар салды ма, қазақтар салды ма, өзінің ауылдың әңгімелері бар ғой. Кезінде осы жерде орыстар болған, осы ауылда түрме болған, тағы да. Енді қара, бұл жарамдылық мерзімі болып тозық жетіп тұрған үйлер. Мысалға да мына бүйтіп ауылға біреулер келатырғанда ұяласың, мен шошисың бір ғой. Бұлар шошиды, біздер ұяламыз. Сөздің шыны, біз тұрмасақ та осы үйде тұрып жағдайларын жасап аяққа тұрып кетіп отыр бәрі міне. Андай силикат үй салып, мындай үй салып та мысалға да осы үйде бастап кезіндегі жас жігіттер қазіргі 70-ші жылғы 72, 75, аржан 62 деген сияқты жігіттердің кезіндегі новый үйлер бұлар дейтін. Қазір тозығы жетіп тұр. Мына жерде мен сіздерге көрсетейін. Бетондары құлап, өздігінен құлап тұр ғой, бір үстін баспай-ақ құлап тұр да. Бетондары құлап жатыр. Мынау бәрі трещинаның бәрі жарылып тұр. Қашан құлап қалады белгісіз. Мынау құлады деген сөз. Мынау бұтарланып құлады деген сөз. Мынау да құлайын деп тұрған деген сөз ғой, былай айтқанда. Түсінікті ғой да? Себебі мына плита салынған кезде ол да сол уақытта құйылып, ол да жоғарғы этажға балконға салынған болады. Ұзын балконның асты. Мына жерден кезінде ойнадық мысалы да. Бетондарын әдейі құлатып, мына жерден дүкен ашайын деп отқан ештеңесі жоқ. Өздігінен құлап қалып тұр мынау дейді. Біреу құлатып, мына заведениені дүкен қылып солайын деп отқан нәрсе емес. Олай болатын болса, мына торлардың бәрі, темірлердің бәрі кесіліп, өзі бөлек былай баспалдағын салады. Сынып жатыр бетон. Бұл біздің Боранқұл ауылының жай күйі, орталықтың жай күйі. Астындағысын айтпай-ақ қойын. Астындағы тазалықтарды айтпай-ақ қойын. Иіс шығады. Енді не істейсің енді? Кәріз суы дейік. Мусорлар жатыр. Мысалы да мен ішіне кірмеймін, ол ары қарай кете береді. Да? Санитарлық талабы сақталмаған деп кісі болып айтайын енді. Мен ауылымды бір басқа жерлердің бір кем-кетігін көрсеткенмен бәрі менің ауылым. Қазақстан ол менің ауылым. Кез келген жер түсіремін. Жаңаөзен бола ма, Қызылорда бола ма, тағы басқа бірдеңе бола ма, бәрін түсіріп, шама келгенше үкіметтің құлағына жеткізу көзделмей көрсін осындай нәрсенің болып жатқанын. Мысалы, мына астына кіруге қорқам, бірақ кірейін деп тұрмын. Бір Алла біледі. Үстіме опырылып кете ма, мен білмеймін. Мынаны да астын мысалға да алыстан шолып өтейік. Астыда мысалға да су, анау. Линия жарылады, жақсы, оны ода тұрған жоқ. Өздері реттеп алады ғой, осында тұрып жатқандар. Қазіргі уақытта бұл жерде 70% адам тұрмайды. Бос мына үйдің бәрі. Анау үйде тұрса тұрады. Бірдеңе жайылып тұр. Аржан тұрмайды. Тұрады ау деймін анау жерлерде. Үй нормаль. Өлемейді. Анау жерде кондер тұрған үйлер. Астында ешкім тұрмайды. Мынау үйлер дүкендердің бірдеңе арты болуы мүмкін. 24 сағат дейтін дүкендер бар, соның арттары болуы мүмкін. Мынау дүкен болуы мүмкін арты. Бірақ алды андай қолдырап қауіпті жағдайда тұр. Қауіпті нысан ғой, былай айтқанда. Жақсы. Бір уақыттарда осы корпуста айтамыз. Корпустарда кімнің үйі болды, соларға зімін жасақтап, ной үй берілетін болды деген бір нәрселер
болды. Кетті. Болды, ол мен әлі ол қашан салынады, қашан қоятын немесе осы түсініп отырсыңдар. Бүгін бұзылып бүгін салынатын нәрсе емес бұл. Әлі тұрады. Шифрларын жасағасын, ол белгілі нәрсе. Жыл сайын шифр ұшатын еді, қазір мен өйтір алған қалаумен тартып байлап стропаны өйтір. Мынау анаяқта құлап жүр, маржан қасымда жүреді. Кеттік, жүріп келейік дедім де көріп қалып кеттім. Ауылдың іші ме орталық? Аржанда қазір көрсетемін не бар. Осындай жайға құлауға шақ тұр мынау. Қауіпті. Мыналардың бәрі басына түсуі мүмкін адамдардың. Ән жерден дүкеннен бірден алып шығады, жігіттер жақсы. Минустарымды айтып жіберейін, бір отырып қалуы мүмкін, бір жайлап пивелетіп, анау-мынау да ауылын андырып болсын болады. Енді кафеге бара алмайды. Мына жерден бір сыраларын алады да жүреді. Жаздың күні жүрсе, мысалға дейін да, өзім көзіммен тағы бірден есен полиция жұмыс жасамайды деп шасындар. Міне мына жерден мына рельстің бәрі былай балкон болды. Балкон барады да мынаған қосылады былай. Мынау былайнан келетін нәрсе ғой. Түсініпсіңдер ма? Қазіргі уақытта мына бетондардың бәрі үгітіліп құлап, мына рельстер тұр ғой. Рельстер тұр, үсті бетон болу керек. Бетон болып, мынадан шығады, бетон болды былай. Мынаған жалғанатын. Корпуске. Мынаның бәрі құлаған ғой. Түсініпсіңдер ғой да, не болып жатқанын, бұл құлайды. Себебі кезінде салған, асты бетон, үсті бейнеудің ақтасы. Жетібайдың тасы емес. Жетібайдың тасы оғанда қақиып тұру мүмкін. Цементтер дұрыс болғанда. Енді ауылдың екі қатарлы үйлері микрорайоны деп айтайын. Нешінші жол Маржан, ну? Корпус нешінші жол болады? 5-ші жол ма? 7-ші жол ма не? Білмейді, ауыл кезінде берді, осындай ауыл, Сақпоз осындай ауыл деген сияқты. Біз 2-ші жол, мысалы 1-ші жол мен 4-ші жол жақсы білем. 6-ші жолды білеміз, корпусты ұмытып қаламыз жерде. Осы жерде мен тұрып кеттім бір уақыттар. Білем да, астың бәрі сыз, мұздай, өмір жылынбайды болы. Жағдайы осындай тездетіп, бұзсақ қойық. Тас бейнеуден шығып жатыр. Қайта жаңғыру деген нәрсені бұл жерге алып келу керек ағайын. Андай олып тұра бермеу керек қой. Я болмаса бір майлайын десең тағы да алмайды, бәрі құлап жатыр. Ремонттайды десек, оған да сеніп қажет жоқ, құлап жатыр. Кезінде майланбаған, немесе балкондарын бәрін қосып алған кезінде мына жерлердің бәрі ашық болған шығар. Андай бол әне. Бәрі қоршалған, мысалға. Бір бояп, келтіріп қойып, жарықтандырайын десең тағы да келмейді. Бұны тек сразу бұзасың. Орнына устранить етесің, бұны жан-жақтан саласың, басқа жерден полный бұзасың. Орнына мега салып, саябақ салып, медресе салып, больница салып деген сияқты нәрселерді салу керек қой. Осыны айтқым келеді мен ағайын. Мен әкім жұмыс жасамайды, бәлен түген деп айтпаймын. Мысалға, мына жерден өтіп кетейінші. Мен де аяққа айналып жүрмеймін. Оның да жазығы жоқ. Ақша инвестиция бөлінбей жатса, ол не істейді енді? Әкім өзіне бекітілген жұмысын жасап отыр. Оны кінәлаудың қажеті жоқ. Айтпай түген, айтпайын бәлен деп. Базар жоқ, қолынан келген кеше адам жоғалып кетіп отыр. Маған телефон соғып. Мен соғып жатырмын оған. Хабар айтайын, кісі жоғалып жатыр десем, Алтайжан солай 5 пикап дайындап қойдым, МЧС шақырып қойдым Ақтаудан. Бейнеуден. Қазір шығамыз, қай жерге жиналайық, 2-ші ауылдың деп, үлкен басын кішірейтіп маған соғып жатыр. Айтпай Жетіқара таз нағашы болып келеді. Оны маған жаса біршама нәрсе көмектесіп жатыр, сыртымнан жүріп, бақылап жүріп. Поддержка беріп жатыр ол кісі. Бірақ енді ол айтпайдың қолында тұрған жоқ бұл. Бұл үкіметтің басында тұр. Үкіметтің проблемасы бұл дейтін. Сөкті ғой, міне состояние мынау міне. Қылмыс жасалынады, бүйтеді сөйтеді деп айтпай қойын. Ауылдың адамдары тәртіпті, Аллаға сан шүкір. Мына жерде де бетондардың бәрі құлаған ғой, тозығы жетіп тұр ғой, осындай. Мысалға, бір корпус тұр, аржанда біреу, екеу, үшеу, төртеу тұр. Айтып тұрмын, 30% бір үйдің, 20% тұрып атады бір осындай домда, 3-4 үй тұрады. Анада да 2 үй, анада да 2 семья тұрады тұрса, бәрінде адам тұрмайды. Қорқат құлап кетеді деп. Амалсыздан тұрып жатыр, бірақ үміттері бар, ной салып береді ғой, ертең Алла қаласа деп. Құламасын, болмасын. Құламайды ол, Алланың қалауымен құлайды ғой, құлайтын болса. Алла да ақымақ емес ғой. Ұйықтап жатқан семьяның үстіне опырып тастайтын. Бірақ өзінің тозығы жетіп тұр бұл айтқанда. Түсінікті ғой да, тозығы жеткізіп, оның бәрін құрту керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Аржанда біреу, екеу, үшеу, төртеу болу керек аржанда да. Салқынға қарай мен телефонымды
өзімізді қуып отыр оны. Мына жақта да сондай, мына жақ әйтеуір шүкірлеу, бірақ тоже сондай. Көріп тұрсыздар ғой да. Мынау біздің парк деп айтса болады, арбат деп айтады. Мына тастан жасалған, бірақ көрінер ғой да. Ақ тастан, бейнеудің ақ тасы кесіліп, ақша жоқтығы соншалық ақ тастан жасап отырық. Біз брусчаткаға ақша жоқ. Біз мынандай тегін басынан бір камаз тегіп кетсең 30 мың теңгеге тасымен салып отырық. Басынан тесің 30 мың, әкеліп берсе 100 мың теңге бейнеуден. Мұрным соқ болып тұр. Салқыннан. Осындай брусчаткаға ақша болмасын, білмеймін, алып алған мекеме тастан жасап берді. Тасты кесіп, мынандай ақ тастың түрпішті квадрат түрі ғой. Кафелді сияқты қылып ретінде төсеп тастағаннан бәрін бай. Сықпыт осындай біздің ауылың күшті. Ауыл жақсы, бірақ осындай нәрселерді реттелу керек бұл. Бұл проблемный нәрсе. Бұл жасалу керек. Үкімет білу керек осыны. Телевидениеге шықпай жатқан шығар, телевидениеге түсіреді, айыртқызып тастайды. Қысып отырыңдар. Жоғары жақ жаңағыдай рұқсат бермейді, телевидениені қалпанға айыптайды. Барлық телевидение ақиқатты айтпайды, бәрінің имамдардың да айтатын сөзі бар халыққа. Телевидениеде сондай айтылатын жаңалық бар, айтылмайтын жаңалық бар. Мысалы, жабық сот, ашық сот деп телевидение шығарып жатады. Ауылдың орталығы деп, осы біздің ауылдың орталығы міне. Бұл да бұрын больница болды, садик. Орталық десе, осы жерде жүрсіз, міне. Қирап жатқан жерде жүреміз орталықта. Концертің болады, ана жерде қирап жатқан жерде қыдырып қайтамыз. Иран, Ирак сияқты бомба түсіп кеткен ана жердің бәрі. Мына жақ жарылған, бомба жарылған, ар жағы иіс болған, в общем, сондай нәрсе. Мынаның бәрін күреп алып тұру керек. Күреп жаңарту керек еді. Бір жерге үй салып, мына адамдарды кім тұрып жатыр, сол жерге жасақтандырып, мынаның орнына новойдан 3 этажды, силикатты 3 этаж қылып, жарайды 3 этаж. 4-5 корпус салып берсеңдер, мынандай шашыратпай. Сосын проект жасақтаймыз, мега саламыз әлі, МРТ, КТС бар, больница саламыз, Алла қаласа, медресе саламыз осы ауылға, новый вокзал саламыз, мост саламыз. Нағыз болмаса өзімнің сол датаво көжем жүріп байып кетіп жатсам, Алланың қалауымен. Адвокаттық бар, бірдеңе бар, кеңестермен өзім ақсалып берем. Да? Алла қаласа. Алла қаламаса, Алла қаласа қазір болады. Сол сияқты айтып, мыналар айтып шүкірлеу, бірақ білмеймін, мынаны қай жердің адамдары салған, кішкене более-менее адам тұрып жатыр, бірақ шүкір әйтеуір. Жыды көріп тұрсыздар, о да нормально, балкондардың бәрі құлап қалған. Жыды деп айтады, орыстар салған тоже. Осы орталық десе, өші жүр, орталыққа кел десе, мына жерде жүресің. Базар жаққа жүресің, басқа баратын жер жоқ. Ауыл боран қала қылу, бірақ оп-оңай. Момент ақша болса. Соның бәрі үкіметтің басына жетсе екен деген ниетте түсіріп отырмын. Мына адамдардың бәрі күшті үйде тұрса екен. Мен тұрмайын бұл жерде, мен жерде тұрып. Бірақ әке-шешем кезінде ана корпустерде тұрған бәрі. Бәрі осы корпустен аяқта тұрған. Бүткіл опорныйдың адамдары да бір шамасы. Бір 40%. Сол үшін жігіттер реттеп, как положено қарап, мына жерге бірден жасап бер, ана жерге площадка салдың. Ол жерден жарықтандырмағансың, жарығын салу керек. Бір жағын айтып бір слово қойып қойғансың. Шала шарпы. Ол да кейде жанады, кейде жанбайды, түннің ішінде ойнап отырып балдар. Әкімнің ешқандай кінәсі жоқ. Айтып жатыр, ұсыным беріп жатыр. Қанағаттанарлық емес. Қараусыз қалдырылады, тағы ақша жоқ. Бір жеріңді қысып тыныш отыр деп айтамын, мен білмеймін оны. Тыныш отыра бер, зарплатыңды алып жатсың, ол нормально. Басқа шаруаларды шешіп еш. Тазалықты айтады бірдеңе десең. Тазалап жатқан мына жерде жаздың күні су шашылмайды, асфальт көкшаң. Машиналары бар дейді, су шашпайды. Машиналар бір жерде таста тұр, ақшасын алып отыр деген әңгіме ғой. Түсінікті ғой да? Маған бәрібір. Мен білем, бәрін не істеп отқан, кім не істеп, кім қалай крышевать етіп отыр, қай жерді крышевать етіп отыр, теңгезді кім крышевать етіп отыр. Бәрінен хабарым бар ағайын. Түрім өтірік жынды болғанмен, өтірік кіргенмен, бәр системамен, үкіметтің де системасын білем. Бірақ бәрі жұмыстарын жасап отыр. Бірақ дей тұрғанмен біздің опорный көркейсе екен деген мақсатта түсіріп отыр. Маған боққа да қажет жоқ. Екінші ауылдың іші толықтай асфальт болу керек. Өз алдарына спорт мектептері болу керек. Мектеп қылмай ақ қой, спорт зал салып қой. Сол жерге жартылай гос, жартылай үкімет қылып қой. Кәсіпкерлерге бер тендерді. Мына жақтан бір спорт школ салу керек. Бірінші ауыл, төртінші ауыл өз алдына ойнайтын қылып. Қарақым Сапқо жағынан бір спорт школ салынса екен деймін. Түсінікті да? Мына жерде жыды корпус деген мынандай. Құлсарда да бар, вокзалдың басында. Бұлар кезіндегі темір жолшыларға салынған болар. Құлсардың жыдысында да осындай корпустар бар. Осымен бірге салынған үйлердің бәрін Құлсар күреп тастады.
негізінде Құлсарының орталығында. Мынаның состояниесіндегі давно кіріп çıktı Құлсары. 462 дейтін разъезд бар, 462. Оныкінде ода да осындай жай күйі. Бейнеуде де бар бұндай. Білмеймін, бірыңғай бір проектімен салған кезінде, сырдың кезіндегі. Адам толып тұрып атқан жоқ, мына жерде бір екеуінде үй тұрып атыр. Мына жерден дүкен, анау мынау айтыр еді. Мына үйдің іргетасы мықты. Себебі бетонын көрдіңіздер ме? 1 метр. Құрастырылмалы бетон үйлер бұлар. Анау полный тас. Мынау бетон үйлер, балкон жоқ. Қылтима. Тұк, жеңше жүр. Жеңгем дүкен айтып жаңа айтып. Тауып атыр табыстан. Бұл жерде бауырсақ дейтін дүкеніміз бар. Самсасын әдемі жек бәді. Дүкенше бір қанасы бар. Бұраңқылдап келер бар. Орталықта келе жатырмыз. Давай. Артық кетсем кешіріп қойыңдар. Ағайын. Мен айтпағанда кім айтады? Давайте, ассалаумағалейкум. Бұраңқылды қараңдар. Құлап атыр. Мұз тайғақ, көк тайғақ. Тұз шашылмайды. Көк тайғақ ауылдың жолы. Пожалуйста. Асфальт болсын болмасын. Көк тайғақ. Құлақ бала жаздан. Мынада көк тайғақ. Білмейме, ренжімеңдер, ренжісіңдер, ренжімесем мен сондаймын. Себебі 1 май туған күнім. 1 майдағылар шындықты айтады дейді. Деген сол. Әлі түсіретін жерлер көп Бұраңқылда, давай. Айтам сосын. Өзімде келісіп тұрған жоқ, бірақ ауылым үшін түсіріп ат. Үкімет басына жетсін деп. Білмейді олар, ұйықтап отыр. Давай.